Құдайберді, екінші әйелі Ұлжаннан Тәңірберді, Ибрахим, Ысқақ, Оспан. Ал үшінші әйелі Айғыздан Халиулла Смағұл туады. Қартайған шағында үйленген төртінші әйелі Нұрғанымнан ұрпақ сүйе алмаған. Абай әжесі Зеренің аңыз ертегілерімен және ашық мінезді анасы Ұлжанның тәрбиесінде өсті. Абайдың Ділдә және Әйгерім есімді екі әйелі және 10 баласы болған. Үміт күткен балалары әкесінің өлеңдерін жатқа айтып, әнші домбырашы болған. Абай тәрбиесі қалыптастырған 1884-1885 жылы жасында ғылым бар деп ескермедім атты өлеңін бірінші шығарды. Ал 1885-1886 жылдар арасында Пушкин және Лермонтовтың өлеңдерін аударған. Абай Құнанбаев 1890-1891 жылдары 20 шақты өлең жазды. Оның поэзия және романдары да бар. Абай Құнанбаевтың 45 қара сөзі бар. Ең бірінші қара сөзі: қалған өмірімізді қайтып өткіземіз, соны таба алмай өзімде қайранмын. Ақыры ойландым, ойыма түскен нәрселерді қағаз бетіне жаза берейін. Қағаз бен қара сияны ермек қылайын деген екен. Абай Құнанбаевтың нақыл сөзі: адамның адамшылығы ақыл, ғылым, жақсы ата-ана, жақсы құрбы, жақсы ұстаздан басталады. Өсиеті: Құдайдан қорық, пендеден ұял. Балаң бала болсын десең, оқыт, мал аяма деген екен. Ал нешеме сіздерге Абай Құнанбаевтың өлеңдерінен үзінді оқып берейін. Өлең сөздің патшасы, сөз сарасы, қиынна қиыстырар еді анасы. Тілге жеңіл, жүрекке жылы тиіп, теп-тегіс шұбыргенсін айналасы. Бөтен сөзбен болғанса сөз арасы, бұл ақынның білімсіз бишарасы. Айтушы мен тыңдаушы көбін адам, бұл жұрттың